Сәлем достар, бүгін біз Pythonдағы ең қызықты әрі маңызды ұғымдардың бірі класстарды үйренеміз. Яғни класстар түсіну ол сенің мысалы программалық бағдарламалаудағы бір жаңа деңгей десек те болады. Біз бұл класстар арқылы көптеген заттарды мысалы объектілерді бейнелей аламыз. Класс дегеніміз не жалпы? Мысалы сен бір адам жайлы ойлап көр. Яғни барлық адамның өзінің аты, жасы, бойы, салмағы болады да. И бәріне ортақ. И тұрады да барлығына ортақ ол адам. Ал одан шыққан мысалы қарақат болса, ақылбек дегендер сол одан шыққан бір объект, яғни тірі жан. Бұл жерде бізде класс, яғни бізде адам, класстан объект шығады, яғни объекті шығады. И жақсы, енді бұл класстың жалпы не екенін түсінікті деп ойлаймын. Жақсы, енді классты қалай ашамыз? Классты ашу үшін біз класс деп жазамыз. Класс деп жазамыз да біз классқа атау береміз. Мысалы әлгі айтқандай адам деген класс болсын. И қос нүкте қоямыз. Бізде класс уже ашылды. И біздің классымыздың ішінде сол класстың қызметін атқаратын бір функциялар, методтар болады негізі. И бізде ең бірінші былай жазамыз. Яғни бізде класс init деген функция бар. Init и self міне. Бұл init деген не істейді? Яғни біздің классымызды біз шақырып іске қосқан кезде ең бірінші орындалатын функция автоматты орындалады. Біз оны еш жерде шақырып немесе іске ручной қоспаймыз. И self деген не істейді? Self деген осы әрекеттерді бір өзімізде сақтауымыз керек. Яғни біз сақтайтын нәрсеміз ол self, яғни өзіне сақтайды әрекеттерді. Бізде мысалы қандай әрекеттер болуы мүмкін? Мысалы адам ең бірінші оның аты болады. Мысалы аты болсын да. И аты сосын жасы болсын. И біз сұрамыз да не істейміз? Біз осы атын және жасын осы selfқа сақтаймыз, өзіне сақтаймыз. Ол үшін біз self точка дейміз да. И біз атын жазамыз, яғни аты тең ол бізде мұнда келіп тұрған адам атына тең. Аты тең аты деп аламыз. И сұрамызда тоже біз жасын сақтаймыз. Self точка жасы. Жасы бізде жасыға тең. Яғни не істеді? Біз өзіне осы ең бірінші орындалатын функция келеді. И біз өзіне атын және жасын сақтап қойдық. Яғни selfтің ішінде бізде аты және жасы да бар сияқты. Осы екеуіне де тең сияқты болып тұрады. И мен тұрамын да осы адам жайлы ақпаратты білгім келеді. Def деймін да, мысалы info деген бір функция болсын. И біз оған self шақырамыз. Яғни self шақырған кезде мен бірден атын да жасын да шақырған сияқты болып тұрамын. Яғни self менде осыларға тең. Мен тұрамын да мысалы үшін print менде не болсын? Менде жай ғана аты менде қандай болсын? Аты менде атыға тең болсын. То есть self точка аты деймін. Яғни мен self точка аты деп шақыратын болсам, ол бірден мынаны шақырғанға тең ғой. И так, мен арасын сәл ашып қоя салайын, сәл әдемі болу үшін. Түрі қайтарамын да жасы. Так, жасы менде осы жасыға тең. Self точка жасы. Яғни мен объект создать етемін, осы адам. И тұрамын да оны атын және жасын мен қайтарамын. То есть сұраймын. То есть менде осы класс бар, класстың ішінде автоматты орындалатын біз бірінші класс пайда бола салысымен ең бірінші орындалатын әрекетті жасаймыз. Яғни өзіне осы әрекеттердің бәрін сақтап қоямыз. И біз сол әрекеттер бойынша нелер жұмыс істейтін боламыз. И бізде өте класс дайын, яғни қарапайым бір класс осы. И тұрамыз да мысалы біз какой-то бір объект создать етейік. Мысалы A1 деген объект болсын. A1 бізде мысалы адамды шақырамыз, яғни адам деген классы шақырамыз. Объект жасай жатырмын уже. И біз бұған не береміз? Аты және жасын береміз. Менде мына self аты және жасы деп тұр, міне. Мен уже selfқа осы екі нәрсені сақтағам, енді мен осы екі нәрсені беруім керек. Менде аты кім болсын? Мысалы аты қарақат болсын. Аты қарақат болсын. Жасы бір 15-те болсын, мысалы үшін да. И тағы бір объект создать етейін, мысалы
A2 деген. Тоже адам. Адамнан мен аты мысалы балауса. Так. Жасы менде мысалы бір 13-те болсын. Уже менде екі объект бар. Яғни A1 және A2 деген объект. Қарасақ, мына екеуі бір адамнан шыққан, яғни ортадан сіз адам, бірақ оның мәліметтері, данныйлары әртүрлі. Әртүрлі данныйлармен өмір сүреді әрқайсысы. Мен тұрамын да, енді мен инфоны шығарғым келеді. Ол үшін менде уже класс бар, яғни объект бар, A1 деген объект. A1 деген объекттің маған міне методы, яғни info деген функциясы керек маған. Осы info деймін. Мен тұрамын да A2 деймін, тоже A2-ді инфосы керек маған. Все. Мен ран етемін. Маған аты Қарақат, жасы 15-те деп маған инфоны шығарып берді. Яғни мен мұнда көптеген, мысалы A3, то есть A3 деп, мысалы Ақылбек деген біреу болсын. Ақылбек, жасы 10-да болсын. Тұрамда мен мысалы A3-тің инфосын шығара аламын. Жақсы, бір тағы бір қарапайым мысал көрсетейін өмірден. Мен класс деп ашамын. Класс менде кар болсын, яғни машина. Ортақ машинадан, оның жылдамдығы, моделі, бізде бренді болады. Біз тұрамыз да бірінші орын алатын әрекет жасаймыз. Beneath self. Біз self-қа не істейміз? Қандай әрекеттер сақтаймыз? Біз оған модель сақтаймыз, моделін. Біз оның color сақтаймыз, мысалы түсі болсын. Оның жылдамдығы болсын. Осындай әрекеттер сақтайық. Self точка бізде model. Model менде модель. Self точка color. Color менде мұнда тұрған colorға тең. Так. Мен self-қа сақтаймын тағы да. Кімді? Speedті. Жылдамдық. Яғни мұнда тұрған жылдамдыққа тең. Мұнда мен minus қойып қойыппын. Болды, мен уже бастала салып мен онда өзіне осы әрекеттер сақтап алдым. Енді мен қолданамын. Мысалы айдайды машинаны. Drive. Функция ашайық. Drive деген айдау. Жүргізу деген мағына енді. Так. Drive, мысалы үшін бізде self береміз. Біз тұрамызда не істейміз? Бізге сол айдаған кезде бір ақпарат шықсын. Мысалы print деймін да. Мысалы маған так. Түсін жазайын. Осындай түсті машина. Self.color. Осындай түсті машина. Color түстегі. Бізде тағы кім болсын? Color түстегі осындай машина, осындай жылдамдықпен жүруде. Ол үшін мен color түстегі деймін да ана тоже модель жазамын. Self.model. Тұрамда, ол не істейді? Ол осындай жылдамдықпен жүр. Speed. Яғни км сағат. Так, км сағат жылдамдықпен жүр. Мен істедім сол drive не істейді? Осындай түсті машина, мысалы ақ түсті Toyota 120 км/сағатпен жүр деген сияқты ақпарат шығарады маған. Менде класс дайын, яғни бұл менде жоспар. Планым полный дайын. Мен объект создать етемін. Мысалы менде car1 деген объект создать етемін. Ол үшін мен класс шақырамын. Классқа не деймін? Маған бірінші оның моделі не? Оның моделі мысалы Toyota. Мысалы үшін. Оның түсі қандай? Түсі мысалы менде ақ. Мысалы ақ болсын да. Мен тұрамда оның жылдамдығын білгім келеді. Ол жылдамдығы где-то бір 120-мен жүреді. Мысалы тағы бір объект создать етейін. Car2.
ол car классын шақырамын, и оны мысалы бізде BMW и моделі. И біз тұрамыз да оның color бізде қара болсын мысалы. Давай қара. И оның жылдамдығы бір 150-мен жүреді дейін. Все. И мен тұрамын да осы карды айдайын. Drive деймін. И маған шығады. И кар 2-ді айдайын. Drive. Ран етемін. Енді ақ түстегі Toyota 20 км/сағат жылдамдықпен жүр. Тура сол сияқты қара түсті BMW 150 км/сағат жылдамдықпен жүр. Яғни мұнда бізде әр көлік бір жеке объект, яғни кар деген класстан шыққан тірі зат сияқты нәрсе. Мен тағы да бір қарапайым мысал түсіндірейін, өмірден алайық. Мысал үшін бізде банк картасы болсын. Банк картасында бізде оның аты керек, және одағы баланс керек. И біз тұрамыз да оның ол бізде бір затқа ақша төлеген кезде оның балансы азаю керек, и біздің заттың бағасы да болу керек. Сондай бір қарапайым логика жасайық. Біз не істейміз? Біз класс ашамыз. Класс бізде мысалы банк карта. Банк картасын жасаймыз. И біз тұрамыз да жасайтын нәрсеміз бізде әрекетте өзімізді сақтаймыз. Онда мысалы банк картасының name болады. И бізде баланс болу керек. И біз тұрамыз да осының бәрін self-қа сақтаймыз. Яғни self.name бізде name атын. И бізде self.balance менде баланс қатын. И все. И мен тұрамын да мысалы ол бір нәрсеге төлеу керек. Яғни төлеу деген функция ашайын. Pay. И ол бір нәрсеге төлейді, біз оған то есть біздің банк картамыз керек. Сосын бізде банк картамыздағы ақша керек, баланс керек. Сосын бізге төлейтін заттың құны керек. Давайте мен amount дейін да. И бұл amount деген, яғни бізде төлейтін заттың бір продукттың құны. Біз тексереміз. Егер біздің банк картамыздағы ақшамыз осы төлейтін заттың құнынан үлкен болатын болса, біз төлеуіміз керек. И біз тұрамыз да, біз оған төледік, и біздің банк картамыздағы ақша азайып қалу керек. Біз тұрамыз, не істейміз? Осындай картадағы адам осынша теңге төледі. Яғни amount теңге төледі. Мысалы amount теңге төледі. Amount теңге. И тұрамдағаны давай қалғаны осынша теңге. Осыншаны мен жазайын. Так. Self.balance. И все. Ал егер ақшамыз жетпей қалса не болады? Яғни self.balance біздің сатып алатын құнымыздан қымбат болып кетті. Онда біз бүйтеміз. Жай ғана print. Осындай банк картасындағы адамның, яғни self.name осындай адамның ақшасы жетпейді. Жетпейді дей салайын. И все. Менде уже толық логика жазылды классқа қатысты. И мен объектке кетейін. Так, менде карта 1 менде банк картасын жасайын. Ол банк картасының менде аты кім? Кімге тиесілі ол? Мысалы Жәнібек болсын. Жәнібек кетейін. И оның балансы какой-то бір 5000 теңге болсын. И карта 2 болсын менде, тағы бір салып етейін. И банк картасы менде ол кімге тиесілі? Мысалы Ақылбек кетейін болсын да. И оның балансы бір 2000 теңге болсын. Мен уже 2 карта салдат еттім, яғни объект. И мен оны қолдана аламын. Қалай? Мен тұрамын. Давайте маған енді ол төледі, ол ақша жетті ма, жетпей ма, соны біліп бер деймін. Ол үшін мен банк, то есть карт 1 точка деймін да, мен төлеуім керек. Pay төлеймін. Ал төлейтін заттың құнын неге сразу берейін? Менде қазір 5000 теңге бар. Давайте мен төлейтін заттың құны 3000 теңге болсын.
И мысалы карта 2 болсын, тоже төлеймін. Төлейтін заттың құны мысалы менде 2000 теңге бар. Менің төлейтін заттың құны 2500 теңге болсын. Ал көрейік. Иә, Жәнібек 3000 теңге төледі. Міне. Қалғаны 5000 теңге. Бізде мұнда былай жасауымыз керек. Мен self точка баланс, то есть мен ақшаны азайтуым керек қой. Баланс азайту, яғни азайту тең amount. Яғни азайту тең дегеніміз не ол? Яғни self баланс тең болады, то есть так self точка баланстан amountты азайтқанға тең деген осындай ұзақ кодты мен просто азайту тең десем болады. Яғни баланстын азаю керек мен. И міне, менде Жәнібек 3000 теңге төледі, қалғаны 2000 теңге. Ал Ақылбектің ақшасы жетпейді. Қарапайым мысал. Мұнда әр банк картасы әртүрлі данилармен өмір сүреді. Ал бірақ бәріне ортақ бізде яғни банк карта деген классымыз бар. Ал бір ойыншы болсын. Ойыншының аты болады, и оның хпсы болады. Ол бір кедергілерін өтіп жүреді дағыны, и бір жерден бір урон жейді әйтеуір по-любому. И біз соны шығаратын нәрсе істейік. Осы біз мысалы класс player ойыншы болсын, ойыншы классы. И бірінші сақтайтын әрекетіміз не? Ең бірінші істейтін нәрсеміз біз әрекеттерді өзіміз сақтап алайық. Яғни incel бізге кім керек? Бізге оның аты керек, и бізге оның хпсы керек. Все. И мен тұрамда self точка атыны сақтаймын. И мен self-қа сақтаймын тоже хпны. Ол менде хпға атаймын. И жақсы. И менде урон жеу керек. Урон жейтін нәрсе функция ашайын. Сол damage. Damage деген функция аштым. И менде self жібердім. Уронның сомасын салуым керек. Яғни amount. Amount деген тағы айнымалы беремін. Типа менде қазір адам аты бар, и оның хпсы бар. И мен қазір ол урон жеген кезде, оны қанша урон жейтін мен сол кезде беріп жіберемін. И ол сонымен есептейтін болады. И тұрамын. Так. Если бізде егер біздің self точка хпымыз үлкен, яғни 0-ден болсын, мысал үшін бар болса, не істейміз? Біз осы self точка хпны азайтып отырамыз. Біз азайтып отырамыз. Яғни amountты, уронды азайтып отырамыз. И біз тұрамыз да шығарайық. Print. Бізде осындай ойыншы, яғни self.name хпсы қалды, яғни осындай ойыншының осындай хпсы қалды. Так. Ойыншының self.хпсы қалды. Так, хпсы қалды. Жақсы. Ал егер оның хпсы жоқ болса, бізге шығару керек. Осындай ойыншы, яғни self.name ұтылды. Ұтылды дей салайық. И бізде логика дайын. И мен player 1 шығарайын. Ойыншы 1. Так. Player 1 менде player деген класс шақырам. И оған мен кімді берем? Оның аты мысалы үшін Ақылбек. То же самое. И менде player 2. Так. Player 2 мысалы Саят. Давайте екеуінде де 100 хпдан бар. И тұрады да мен player 1-ім, так, player 1-ім не істеді? Урон жеді. Қанша урон жеді? Давайте ол 30 урон жеген болсын. И тура сол сияқты player 2 менде 50 урон жеді дейік. И осыны қайтадан дубликат ете салайын.
болып кетіп қойды. Тағы 50, тағы 30. Тоже дубликатқа салайын. И все. Ран етейін. Мінде. Ақылбек ойыншының 70 хпс қалды. Саят ойыншының 50 хпс қалды. Ақылбек ойыншының 40 хпс қалды. Саят ойыншының 0 хпс қалды. Осылай келеді. Ақылбек ойыншының тағы 10 хпс қалады. Саят уже 0-ден азайып кетті. И все болды. Оның хпс бітті. Ұтылды ол. Осындай бір логикалық амалдар жасауға болады. Айтпақшы, сондай-ақ мен кез келген осылай объекттердің данныйларын өзгерте аламын. Мысалы менде былай болсын. Мен мұнда уже плеер 1 Ақылбек, плеер 2 Саят деп данныйларын беріп қойдым. Екеуіне 100 хпс, мысалы Саяттың осындай хпс бар дейді да. И мен тұрамда аяқ астына өзгерткім келіп қалды. Плеер 1-дің данныйын өзгертейін. Мысалы плеер 1 точка деймін да. И маған хпс өзгертейін. Хп тең деймін да. 200 хпс бар оның. И тоже плеер 1-дің, мысалы плеер 1-дің енді мен атын өзгерткім келеді. Аты кім болсын? Аты Ақылбек емес. Мысалы үшін Қайрат болсын. Так. Қайрат болсын да. И тура сол сияқты мен плеер 2-ның хпсын өзгертейін. Оның хпсы 500 болсын. И көрейік енді. Менде уже міне Қайрат ауысып кетті. Ақылбектен Ақылбек деп қойған берген болатынмын. И ол менде хпсы 200 және аты Қайрат болып кетті. И мұнда әлі де не отыр? Тартысты шайқасып отыр. Давайте неден бір 100 хп жесін, ал 100 хп жесін. И көрейік. Ұтыламын екен, ұтылмайды екен. Давайте тағы дупликат етейін онда. Жалпы міне логика осындай. Осындай нелер тартысты ойындар болып отыр. Біз жалпы бүгінгі сабақта осылай класстар үйрендік. Init, self жалпы не екенін үйрендік.